Хуанның анасына қоңырау шалуынан басталады. Сонда олар кете алады. Ол оны көруге барғанда, біз олардың Шишу провинциясынан Тяньхи деп аталатын басқа қалаға көшіп бара жатқанын білеміз. Бұл жерде олар бұрын өмір сүрген. Ал анасының жұмысына байланысты олар қайтадан оралады. Олар келе салысымен анасының досы оларды жылы қарсы алады. Содан кейін анасы Хуанға бұл туралы еске салып, жұмысқа кетеді. Өзіңе қамқор бол. Ол жалғыз қалғанда Хуан заттарын ретке келтіре бастайды, және біз оның жас кезінде бір күні өзінің ескі провинциясындағы байқауда жеңіске жеткенін және Шишу жұлдызы атағын алғанын білеміз. Бірақ сыныптастары оны кекештенгені үшін қорлады, және ол өзінің жаңа мектебінде жаңадан бастап өзін дәлелдеп, шынымен де өзінікі болғанын қалайды. Сондықтан келесі күні ол өзін жаңа сыныптастарымен таныстыру үшін жоспарлаған кіріспе сөзімен мектепке толық дайындықпен барады. Бірақ мұғалім сабаққа уақытын үнемдегісі келеді және оны жай ғана отыруға шақырады. Сондықтан ол үнсіз келіп Чи есімді қыздың қасына отырады. Ал Чи сынып жетекшісі Лаудан Хуанның қайдан келгенін сұрайды. Хуан өзінің Шишу провинциясынан екенін айтады. Бірақ Цан есімді бала сөйлеп, бұл олардың қаласының батыс бөлігінде интернетте екенін айтпайынша, оның қайда екенін ешкім білмейді. Бұл Хуанды таң қалдырады. Өйткені ол мұндай кішкентай жерді ешкім біледі деп күтпеген. Және ол оған қызығушылықпен қарай береді. Бірақ ол оған қайта қараған сәтте ол үрейленіп, тез басқа жаққа қарайды. Түскі ас уақыты келді. Ал Хуан бұл жерде тамақ сатып алатын асхана жоқ деп жазады. Сондықтан Чи түскі асымен бөлісіп, оларға бірге тамақ сатып алуды ұсынады. Олар серуендеп келе жатқанда, Цан кенеттен Чиді тоқтатып, оған тамақ әкелуін өтінді. Өйткені ол жаттығу жасап жатыр және оған уақыт жоқ. Ал Чи бас тартпай тұрып, оған тез алғыс айтып, қашып кетеді. Бұл Хуанның оған деген қызығушылығын арттырады. Ал ол сұрағанда Чи оған есімі Чжан екенін және оның мектептің спорт комитетінің мүшесі екенін айтады. Содан кейін Чи Хуаннан бір кездері жеңіп алған Сишу жарысы туралы сұрайды. Бұл Хуанды таңғалдырады. Ол бұл туралы қайдан білетінін сұрағанда, оның қағазына жазылғанын көргенін түсіндіреді. Хуан оған бұл оның туған провинциясында ерекше байқау болғанын, сондықтан оны Шишу жұлдызы деп атағанын айтады. Және ол бірден Хуанның өте ақылды болуы керек деп ойлайды. Және келесі күні емтихан кезінде оған сенуді шешеді. Ал келесі күні Чи Хуанның барлық емтихан жауаптарын көшіріп алады. Бірақ осыған байланысты екеуі де өте нашар баға алады. Мұғалім оларды кабинетіне шақырып, төмен бағалары үшін ғана емес, алдағаны үшін де қатаң сөгіс береді. Ал Цан болса жақсы баға алады. Ал мұғалім оны мақтап, өз деңгейін сақтап, артта қалмауын айтады. Сол күні кешке Хуан мен оның анасы Цанға және оның отбасына қонаққа барады. Ал анасы Хуанның нашар бағалары туралы алаңдаушылықпен айта береді. Оның нашар үлгерімі, әсіресе ол әлі де жаңа мектепке бейімделмегендіктен және шынымен де біреуге мұқтаж болғандықтан. Мен оған көмектескім келеді. Цан досы Сонгтан оған көмектесуін сұрайтынын айтады. Ал Хуан ризашылығын білдіріп, оған алғыс айтқысы келеді. Біз Сонгтың да олардың мектебінде оқитынын білеміз, бірақ бір сыныпта емес, өйткені ол тек ең жақсы оқушыларға арналған халықаралық сыныптарда оқиды. Ағылшын тілін жақсы біледі және шетелде оқуды жоспарлап отыр. Келесі күні таңертең Хуан сабаққа кешігіп қалмас үшін дайындалуға асығады. Ал сыртқа шыққанда ол жерде бейтаныс баланың тұрғанын көреді. Содан кейін Цан келіп, оны Сонг деп таныстырады. Олар бір тұрғын үй кешенінде тұратынын, сондықтан үшеуі бірге мектепке баратынын түсіндіреді. Жолда келе жатып, Цан Сонгтан Хуанның оқуына көмектесуін сұрайды. Өйткені ол жаңа ғана көшіп келген. Сонг келіседі. Содан кейін Цаннан да олардың қатарына қосылуын сұрайды. Бірақ Цан бұл туралы ойланатынын айтады. Олар оған алғыс айтып, әрі қарай жалғастырады. Олар мектепке жеткенде Цан Чиді шақырады. Ол олардың бірге келгенін көріп таң қалады. Сол күні кешке Хуан Сонгның үйіне барып, онымен бірге репетиторлық сабақ алады. Ол Цан туралы сұрағанда, Сонг оның жаттығуы бар екенін, сондықтан екеуі бірге жаттығатынын түсіндіреді. Ол оған аудиожазбаларда келеді. Осылайша ол ағылшын тілін үйреніп, айтылымын жақсарта алады. Ол оған сабақ бере бастағанда алғыс айтады. Ал келесі күні сабақта ол кездейсоқ заттарының арасынан дәптер тауып алады. Ол оны қайтару үшін алып кетеді. Бірақ ол емтихан тапсырып жатқандықтан сәл кешігіп қалуы мүмкін екенін айтады. Ол Цан екеуі оны бітіргенше күтетінін айтады және ол оны ерте бітіруге тырысамын деп уәде береді. Ал сабақтан кейін Хуан дәретханаға барады және кездейсоқ студенттердің оның Сонгпен қарым-қатынасы туралы өсек айтып жатқанын естиді. Ол оның ғимаратына барғанын және кейде ол Цанмен бірге болатынын айтты. Ал кейде әнмен нашар сөйлеседі. Ол туралы айтып берші. Дәл осы сәтте Чжан пайда болады. Ол бәрін естіп, оларды тоқтату үшін қатты араласып, ол туралы енді сөйлеспеуді ескертеді. Ал Хуан ренжіген кейіппен жуынатын бөлмеден шыққанда, оның бәрін естігенін түсінеді. Сондықтан олар әнді біраз уақыт күтеді. Ал ол келгенде Цан оларға жаттығу жасап жатқанын және Хуан мен Сонгты бірге қалдыратынын айтады. Ал Хуан үйіне қайтып бара жатқанда, ол анасының қосымша жұмысы бар және кешігіп қалатыны туралы хабарламасын көріп, Хуаннан Сонгның үйіне кешкі асқа баруын сұрайды. Өйткені ол бұл туралы анасымен келісіп қойған. Бірақ Хуан баруға өзін тым ұялшақ сезінеді. Сондықтан оның орнына ол далаға шығып, жаттығу аяқталғаннан кейін Цан оны көргенше уақытты босқа өткізу үшін жүгіре бастайды. Және ол оған сол күні ертерек істегені үшін тағы да алғыс айтады және кенеттен оның асқазаны дірілдеп, оның әлі ештеңе жемегенін анық көрсетті. Сондықтан ол оны әнмен бөлісетін құпия жерге апарады. Ал ән оған тамақ ішу үшін бір қорап таңғы ас әкеледі. Бірақ ол ұялып қалады. Цан өз анасы кешігіп келгенде, оны Сонгтың анасына да жіберетінін және мұндағылардың бәрі бір-біріне көмектесіп жатқанын түсіндіреді. Бұл Хуанға қатты әсер етті. Сондықтан ол оларға алғысын білдіріп, тамақтана бастады. Ал Джейен оған бұл олардың құпия жері екенін және бұл туралы басқа ешкім білмейтінін айтады. Сол кезде Сонгның анасы ұлын оларға көбірек тамақ әкелуге шақырады. Ал Хуан ақыры айналасындағылардың бәрі бірте-бірте қайтадан жылы және қауіпсіз сезіне
сезіне бастағанын түсінеді. Ол Чжи Еннің бұл жерді шынымен білетінін және оның айтқанындай бұл құпия емес екенін түсінеді. Бұл Чжи Еннің өзін жайсыз сезінуіне әкеліп соқтырады. Сондықтан ол тыныш тамақтануды жалғастырады. Ал келесі күні Хуанның анасы кешігіп, оған таңғы ас әзірлемейді. Бұл Хуанның көңілін қалдырады. Бірақ ол кетіп бара жатқанда Сонг оған таңғы ас қорабын береді. Бұл оны қуантады. Содан бері олардың кез келгені оған күн сайын таңғы ас әкеледі. Және Хуанның оларға үйреніп қалғаны және олардың жанында өзін жайлы сезінетіні белгілі болды. Содан кейін бір күні Хуан сыныпқа кіргенде ол туралы сыбырлап жатқан бірнеше оқушыны байқайды. Оны көрген сәтте олар кенеттен тоқтайды. Чжи Ен өз орнына отырар алдында оларға өткір ескерту көзімен қарап тұрғанда. Ал Хуан Чжиден Сонг екеуінің арасында шынымен не болып жатқанын сұрайды. Ал Чжи оған олардың арасында жасырын түрде Чжиді бақытты ететін ештеңе жоқ екенін айтады. Біз оның Сонгға деген сезімі бар екенін түсінеміз. Содан кейін олардың емтихан нәтижелері жарияланып, Хуанның бағасы жақсарады. Сондықтан Чжи өз бағаларын жақсарту үшін олармен де айналыса алатынын сұрайды. Ал Хуан келіседі. Ал мектептен кейін олар бірге жаттығу үшін Сонгның үйіне жиналады. Бұл жолы Чжи де оларға қосылады. Ал Чжи Ен де жаттығуға қалды. Біз оның негізінен Чжидің кесірінен қалғанын білеміз. Өйткені ол оны жақсы көреді және олар жаттығу жасап жатқанда оны тыныш бақылап отырады. Ал олар біткен соң Чжи кету үшін орнынан тұрады. Ал Хуан оны шығарып салады. Ал Чжи оған жалғыз баруға болатынын айтады. Ал Хуан оның сәнді көлікке отырғанын бақылап, Чжидің шын мәнінде бай екенін, бірақ ешкімнің білгенін қаламайтынын түсінді. Ал сабақтан кейінгі күні екі қыз да кешкі асты бірге ішеді. Ал Хуан ешкімге сырын айтпаймын деп уәде береді. Бұл Чжиді қатты қуантады. Өйткені ол ақырында Хуан сияқты шынайы досы бар сияқты сезінеді. Сондықтан ол оған жүрегін ашып, отбасы туралы айтады. Ал Хуан оның отбасындағы жалғыз бала екенін және өзін жалғыз сезінбеу үшін олармен бір тұрғын үй кешенінде тұрғысы келетінін біледі. Сол кезде оның жүргізушісі қоңырау шалып, оны тез кетуге мәжбүр етеді. Сондықтан ол мектепке қайта оралады. Өйткені ол отбасына сабақты кеш бітіретінін айтты. Ол кетер алдында сөмкесінен сыйлық алып, оны Хуанға береді. Тіпті қашып кетпес бұрын бас тартуға да уақыт бермейді. Кейінірек олар жаттығу үшін қайта жиналады. Ал Хуан мектепті бітіргеннен кейін не істеуді жоспарлап отырғандарын сұрайды. Және ол жазушы болғысы келетінін айтады. Ал Сон әзірге ештеңе жоспарламайтынын айтады. Ал Чжи Ен оған өзінің талантты екенін, байқауларда жеңіске жететінін және халықаралық сыныпқа баратынын айтады. Демек, ол мұның бәрін анасы қалағандай шетелде оқу үшін істеп жатқаны анық. Бірақ Сонгтың жүзінен оның бұл жолды ұнатпайтыны көрініп тұр. Содан кейін Чжи Ен өзінің атақты футболшы болғысы келетінін айтады. Ал Хуанның да жоспары жоқ және кім болғысы келетінін білмейді. Ол үйге келгенде әкесінің сапарынан оралғанын көреді. Бұл оны қатты қуантады. Біз оның жекпе-жек жаттықтырушысы болып жұмыс істейтінін және бала кезінен өзін қалай қорғауға болатынын үйрететінін білеміз. Үшеуі бірге серуендеуге шықты. Оның ата-анасы Хуанадан болашақта кім болғысы келетінін сұрады. Содан кейін оған әлі де уақыты бар екенін және шынымен не істегісі келетіні туралы тыныш ойлана алатынын айтты. Ол үшін ең бастысы дені сау және бақытты болу. Бірақ олардың кейбір сөздері Хуанды қанағаттандырмайды. Өйткені ол өзін дәлелдегісі келеді және өз жасындағы басқа балалар сияқты армандары мен амбицияларына ие болғысы келеді. Ал келесі күні Сонг мұғаліміне барып, достарымен бірге болу үшін халықаралық сыныптан кәдімгі сыныпқа ауысуды шешеді. Мұғалім шошып кетті. Өйткені бәрі бұл мүмкіндікті армандайды және ол одан бас тартқан бірінші оқушы. Бірақ Сонг оған шешім қабылдағанын айтады. Үйге келгенде ол ата-анасының оны күтіп тұрғанын көреді. Өйткені мұғалім оларға бұл туралы хабарлады. Ал анасы ренжіді, өйткені ол олардың бірге жасаған барлық жоспарларын өзгертті және енді шетелде оқығысы келмейді. Ал Сонг оны бұл оның таңдауы екеніне және осылайша өзін тыныш сезінетініне сендіруге тырысады. Бірақ ол бәрібір онымен айтысады. Ол көп оқимын және өз еліндегі жақсы университетке түсемін деп уәде береді. Бірақ ол өзінің барлық құрбандықтарының ол үшін бекер болғанын сезеді және ашуланып халықаралық пәндер бойынша оқулықтарын баспалдақтан лақтырып жібереді. Бұл Сонгты түсінбегендіктен қатты ренжітеді. Сондықтан ол достарымен сөйлесуге барады және олар оны қолдайды. Әсіресе Чжи Ен. Ол оны өзіне қажет нәрсені таңдауға шақырады. Ол шынымен қалайды және оның болашағын ешкімнің бақылауына жол бермейді. Ал келесі күні Хуан оған жаңа кітаптармен келеді. Ол өзіне кешкі ас әзірлегенін біліп, онымен бірге отырып тамақтануын өтінеді. Сондықтан ол келіседі және олар сөйлесіп жатқанда ол ақырын оны ата-анасын ренжітпеуге және олармен қайтадан тыныш сөйлесуге көндіруге тырысады. Және оны тыңдағаннан кейін ол ақыры келіседі және сол күні кешке олармен сөйлеседі. Ал анасы әлі ашулы болса да, әкесі оған келесі күні барып, ауыстыру процедурасын аяқтауын айтады. Сонг анасы оған шынымен ашуланбаймы деп сұрағанда, әкесі оның бұрыннан білетінін және келіскенін, бірақ оны қабылдауға уақыт қажет екенін түсіндіреді. Бұл Сонгты қатты қуантады. Ал келесі күні ол әдеттегі сыныптағы достарына қосылып, Чжи Еннің қасына отырады. Көп ұзамай бүкіл мектеп бойынша жүгіру жарысы жарияланады және Чжи Ен оның атынан қатысатын оқушыларды жинауға жауапты. Бұл олардың сыныбы. Сондықтан ол Хуанадан қыздар жарысына қосылуын өтінеді, бірақ ол бас тартуды жалғастыруда. Сол түні ол оның терезеден анасынан оған қатысуға рұқсат беруін өтінгенін естіді, бірақ ол бас тартты. Өйткені біраз уақыт бұрын оның футбол алаңы жабылып, аяғы босап қалды және ол қайтадан жарақат алады деп қорқады. Мұны көрген Хуан оған көмектесуге бел буады. Сондықтан ол қатысуға келіседі және оған хабарлама жібереді. Бұл оны қатты қуантады. Ал келесі күні ол анасына қосылатынын айтпауын өтінеді. Ол себебін сұрағанда, ол түсіндірмейді, бірақ бәрібір келіседі. Ал мектептен кейін олар алаңға шығады. Ол оны шындап жаттықтырады. Ал жарыс күні келгенде Хуан қобалжып отырады. Ал Чжи оған алаңдап,
оның жағдайы жақсымы деп сұрайды. Хуан қобалжығандықтан іші аздап ауыратынын айтады. Біз Чжиеннің да анасына мойынсұнбағанын және ұлдар сайысына өз сыныбының атынан қатысып, жеңіске жеткенін көреміз. Содан кейін кезек Хуанға келеді және ол басқа қыздарды басып озу үшін бар күшімен жүгіреді. Бірақ ол өзін әлсіз сезініп, кеудесін ұстай бастайды. Біз оның жас кезінде ауырып, бір рет ота жасатқанын білеміз, бірақ бәрібір ол өзін алға ұмтылуға мәжбүрлейді. Өзін жігерлендіре отырып, ол қайтадан жүгіреді және ол мәре сызығын кесіп өткен екінші адам болады. Оның барлық сыныптастары оны қатты қол шапалақтайды. Бірақ кенеттен ол есінен танып қалады. Ал соң үрейленіп оның жанына асығады. Оны тез арада мектеп емханасына апарады. Ал дәрігер оған қазір оның жағдайы жақсы екенін және қандағы қан деңгейі төмендегендіктен есінен танып қалғанын айтады. Және ол көп ұзамай мазасызданып келеді, бірақ ол кезде жеңілдеп қалады. Ол Хуанның оянғанын көреді. Содан кейін Лао оларға қуанышпен жақындап, Хуанның 3-ші орынға ие болғанын хабарлайды. Бұл оның барлығына тамыр жайды. Хуан оның қолынан инені жұлып алмақшы болды, бірақ дәрігер жоқ. Сондықтан Чжиен мен Сонг оған ақырын көмектесіп жатыр. Содан кейін олар жүлдені алуға асығады, бірақ басқа сынып оның жеңісіне қызғанышпен қарап, оны мазақ ете бастайды. Соған қарамастан, Чи мен олардың сыныптастары оны қорғауға келеді. Бұл Хуанды қатты қынжылтады. Сен бақыттысың. Мектептен кейін ол Сон мен Чжиенмен бірге ата-аналары жұмыс істейтін ауруханаға барады. Хуанның анасы келіп, не болғанын біліп, ол үшін қатты уайымдай бастайды. Бұл Сон мен Чжиеннің абыржуын тудырады. Ал кейінірек Сон анасынан Хуанның бұрын ауырған-ауырмағанын сұрайды. Ал ол оған Хуанның кішкентай кезінде ауырғанын және оның ата-анасы оны ұнатпайтынын айтады. Біз бұл туралы сөйлесеміз. Ал ол одан егжей-тегжейлі сұрауға тырысқанда, ол түсіндіруден бас тартады. Сонымен бірге Чжиен де ата-анасына сұрақ қойып, шындықты біледі және олар оған бұдан былай оның жарысқа қатысуына жол бермеу керектігін айтады. Сондықтан ол келіседі. Ал келесі күні таңертең Сон екеуі Хуанның үйінің сыртында күтіп тұр. Сон оған таңғы асын беріп жатыр. Ал Чжиен оған қант қайта түсіп кетсе, бір қорап кәмпит береді. Ал Хуан олардың бірдеңе білетінін сезеді. Бұл оның өзін жайсыз сезінуіне және өзін әлсіз сезінуіне себеп болады. Бірақ Чжиен мұны жасыру үшін қалжыңдай береді. Ал мектепте мұғалім жаңа сабақ туралы хабарлайды. Онда әр оқушы сүйікті кітабын қағазға орап, кітапханаға салып, басқа оқушыға сыйға тартуы керек. Ал мектептен кейін Хуан кітапты таңдау үшін Чимен бірге барады. Бірақ ол шешім қабылдай алмай, Чиден оны өзі үшін таңдауын сұрайды. Бірақ ол оған оны өзі таңдау керектігін айтады. Сондықтан Хуан үйіне оралып, кітаптарын қарап шығады, бірақ оған сәйкес келетінін таппайды. Содан кейін анасына барады. Ол оған өзінің барлық кітаптарын көрсетеді. Негізінен медицина туралы, ал анасы оған қазір оқып жатқан нейропсихология туралы кітабын бермейінше, олардың ешқайсысы Хуанға қызықпайды. Өзіне сенімсіз болғанына қарамастан, Хуан ақыры бұл ұсынысты қабылдауға шешім қабылдады. Ол бөлмесіне барып оқи бастайды. Сол күнде келеді. Барлығы кітаптарын орау үшін отырғанда, біз Чжиеннің Сон кітабын кітапханаға апаруға бара жатқанын көреміз. Ол жерде Чидің де кітабын қойып жатқанын байқайды. Сондықтан ол оны үнсіз алып кетіп қалады. Лао оның кітапты қойып жатқанын көріп, бұл оның кітабы деп ойласа, ол келіп, оны алып кетеді. Кейінірек біз Чжиеннің кітапты ешқашан өзіне қоймағанын түсінеміз. Ал Чиге келетін болсақ, ол оны барлық жерден іздей береді. Ол Сонгтың кітабын іздейді, бірақ оны таба алмайды. Бұл оны ренжітеді. Ол Хуанмен бірге сыныпқа қайта оралады. Сонда ол Сонның кітабын алған Лао екенін біледі. Ал Чи Лао оны да ұнатады деп ойлап, қатты ашуланады. 3 күн өтіп, барлық оқушылар кітаптарын алуға қайтады. Бірақ Хуан өз кітабын таба алмай, оның орнына Сонның кітабын тауып алады. Сондықтан ол Чиден оны алып кетуін өтінеді. Оны оған қайтарыңыз. Қызығушылықтан Чи кітапты ашып, Лао жазған хабарламаны ашады. Онда ол өзінің таңданысын жанама түрде мойындайды. Бұл Чиді ренжітуге және ыңғайсыз сезінуге мәжбүр етеді. Ал Чи өз кітабын ашқанда, оны алған оқушының қалдырған хабарламасын оқиды. Ал Хуан оны таниды. Қолжазба олардың ән екенін бірден түсінесің. Және ол мұны түсінген сәтте, оның кітабын оқыған Сонг екеніне сеніп, қатты қуанады. Міне, біз Чжиеннің оған жасырын қарап тұрғанын көреміз. Ал оның сондай жарқыраған күлкісін көргенде, ол да жымиды. Өйткені ол хабарды жақсы көрді. Біз оның соннан оның жүрегіне әсер ету үшін оны бірге жазуға көмектесуін сұрағанын білеміз. Содан кейін олар мектептен кейін бірге оқи бастайды. Өйткені емтихандар жақындап қалды. Ал бірнеше күннен кейін емтихандар аяқталып, барлық ата-аналар балаларының нәтижелерін тексеру үшін мектепке келеді. Ал Чжиен анасының қалай әрекет ететінен қорқып, бетін қобалжып жасырады. Өйткені оның бағасы нашар. Ал анасы мұғалімге барып, оның бағаларын біледі. Содан кейін мұғалім олар туралы басқа ата-аналардың, соның ішінде олардың тұрғын үй кешеніндегі көршілерінің көзінше айтып жатқанына ашуланады. Ал бәрі біткен соң Чжиен үйіне қайтады, бірақ ол жерге жалғыз кіруге қорқады. Сондықтан анасы оған ештеңе жасамасын деп Хуанды өзімен бірге сүйреп апарады. Олар ішке кірген бойда анасы оны қатты ұрысады. Бірақ Хуанды көрген сәтте ол дауысын бәсеңдетеді. Ал Чжиен кешірім сұрап, келесі жолы жақсы оқитынына уәде береді. Содан кейін ол Хуанды бірге жаттығу үшін бөлмесіне апарады. Ол оның үстеліндегі емтихан қағаздарын байқайды және оның көптеген қарапайым сұрақтарды бос қалдырғанын көргенде таң қалады. Ал ол түсіндіруден жалтырған кезде, ол анасына бәрін айтамын деп қорқытады және бұл оны шайдың ең төменгі балл жинамауы және оның есімі тізімнің соңында қалмауы үшін жасағанын мойындауға қорқытады. Ол одан ешкімге айтпауын өтінеді. Сондықтан ол келіседі және ол мұның бәрін шайды жақсы көретіндіктен жасағанын терең түсінеді. Ал кейінірек мектепте мұғалім барлығына қандай бағытқа барғысы келетінін таңдау үшін бланкілерді береді. Ал Чи Хуаннан нені таңдайтынын сұрайды. Ғылым немесе өнер. Ал Хуан ғылымды таңдайтынын айтады. Чи ғылымды да таңдайтынын және анасының қолтаңбасын жасауды жоспарлап отырғанын айтады. Өйткені ол ешқашан келіспейтін еді. Бірақ Чи үйге келіп, ғылыми бағытты таңдағанда, анасы бұл туралы біліп, оған айқайлап, көркемдік бағытты таңдауға мәжбүр етеді. Әйтпесе ол оны басқа мектепке ауыстырады және оны шетелге жібереді. Бұл Чиді қорқытады. Сондықтан ол келіседі. Ал келесі күні ол қайғылы түрде мектепке барады. Өйткені Хуан, Чжиен және Сонг ғылыммен айналысады.
ал ол жалғыз қалады. Біраз уақыттан кейін олар да келеді. Ал Чи Лауның Хуанмен бірге келе жатқанын көріп, олар бір жолмен жүретіндіктен дос болады деп ойлайды. Ал мектептен кейін Лау өзі дайындаған бейнені көрсетеді және барлығы Чидің туған күнін тойлауға қатысады. Бұл Чидің барлығына алғыс айтқан кезде көзіне жас алады. Ол Хуанның Лаумен бірге оған бейнебаян дайындап жатқанын біледі. Ал үйге қайтып бара жатқанда достары оған торт пен сыйлық береді және ол оларға шын жүректен алғыс айтады. Ол Хуанды құшақтап жатқанда ол оны ешқашан ұмытпайтынын және олар әрқашан бірге болатынын айтады. Содан кейін Чи де соңғы алғыс айту үшін барады. Ол оны құшақтап алған кезде Джейн оны да құшақтаймын деп ойлайды. Бірақ оның орнына ол сыйлықты байқап, оған назар аударады. Бұл оның көңілін қалдырады. Содан кейін демалыс келеді. Хуан Чиге қоңырау шалып, олар баратын мектеп сапары туралы айтып, оны оларға қосылуға шақырады. Бірақ Чи анасының келіспейтінін айтады. Ал сапар күні келгенде Хуан автобуста Лауның қасына отырады. Кенет Чи отырып, Хуанға жақындап, анасын сендіре алғанын және әлі де оларға қосылатынын түсіндірді. Бұл Хуанды қатты қуантады. Бірақ Чи жалғыз отырса да, жүрегінде ол қызғанышты сезінеді. Өйткені Лау Хуанның қасында отырып, онымен бірге күледі. Ал олар келгенде мұғалім оларға бөлменің кілтін береді. Чи кеш келгендіктен ол жалғыз қалуы керек еді. Бірақ Кван мен Лау оны бір бөлмеде олармен бірге болуға көндіре алды. Ол ақыры келіседі. Ал кейінірек олар сыртқа шығып, қайықпен жүзуді шешеді. Ал Кван орындарды реттейді. Сондықтан Сон Чи мен ал Джи Ян Лаумен бірге отырады. Ал ол жалғыз өзі мініп жүр. Және ол Джи Юнмен ойнақы жарыса бастайды. Бірақ кездейсоқ суға құлап кетеді. Ал Джи Ян бірден оған қарай жүгіреді. Бірақ ол жүзе алатындықтан маңызды ештеңе болмайды. Және екеуі де аман есен жүзіп кетеді. Ол Хуанның ауырып қалмауы үшін дәрі-дәрмек алуға жүгіреді. Содан кейін ол Джи Янмен кездесіп, оның кесірінен болған оқиға үшін Хуаннан кешірім сұрауын айтады. Сондықтан ол келіседі. Сосын одан қайда бара жатқанын сұрайды. Ол дәріханаға барамын десе, ол онымен бірге баруды ұсынады. Бірақ ол бас тартады және жалғыз баратынын айтады. Содан кейін кетіп қалады. Ол соңқа сүрініп, дәріхананың қай жерде екенін көрсету үшін онымен бірге келуін өтінеді. Бірақ ол бос емес екенін айтады. Ал Джейн мұны кездейсоқ естіп қалады және өзін қатты осал сезінеді. Өйткені ол одан бас тартты. Бірақ оның орнына соңтан сұрауға кетті. Кейінірек ол Хуанға беру үшін апельсин әкеліп, Чидің барлық әрекеттерін ойлайды. Ақыры оны мүлдем ұнатпайтынын, бірақ оның орнына әнді ұнататынын түсінген Хуан онымен бірге отыруға келеді. Болған оқиға үшін кешірім сұрайды және ауырып қалмас үшін оны апельсин жеуге мәжбүрлейді. Сон қасында тұрып, не болып жатқанын бақылап отырғанда, оған әкелген сусынын қолына алып, олардың бірге отырғанын көргенде, ол үнсіз кетіп қалады да. Күннің соңында олар үйге қайту үшін автобусқа отырады. Олардың әрқайсысы өз ойларына батып кетті. Ал мектептегі сабақтар қайта басталғанда, Хуан Чимен қоштасады. Өйткені қазір олардың жолдары әртүрлі. Ал бірінші сабақ аяқталғаннан кейін ол бір-біріне жол көрсету үшін оған тез жүгіреді. Содан кейін әрқайсысы өз сыныбына оралады. Ал Хуанның сыныбы мектептегі таланттар байқауына дайындала бастайды. Ал Чи олардың жаттығуларын көруге келеді. Ал Хуан оны байқаған кезде оның қасына келеді. Ал Чи Лауның қарым-қатынасын жалғастырып жатқанын көреді. Ол Хуанды басқарады және оны өзінен үлгі алуға мәжбүрлейді. Бұл оның көңілін қалдырады. Сондықтан ол Хуаннан кешкі асқа өзімен бірге келуін сұрайды. Бірақ Хуан бос емес екенін және басқа уақытқа баратынын айтып кешірім сұрайды. Чи келіскенімен жүрегі мұңайып кетеді. Келесі күні ол Хуанды сабақтан кейін бірге кешкі асқа шақырады. Оны күтеді. Бірақ Хуан кешігіп қалады. Өкінішке орай, Чидің телефоны сөніп қалды. Сондықтан ол онымен байланыса алмады. Ол сыныптастарының бірінен Хуанды көрдіңіз бе деп сұрағанда, жауап түсініксіз болып қалады. Бұл Чидің келмейтінін түсініп кетіп қалады. Сонымен бірге Сон мен Джейн уайымдай бастайды. Өйткені Хуан кешігіп келеді. Ал олар оған жетуге тырысқанда, оның телефоны жауап бермейді. Ол өшірулі. Ал олар Чиге қоңырау шалғанда, оның телефоны да өшірулі. Сондықтан олар оны іздеуге асығады. Өйткені ол жүріп бара жатқан жол дұрыс емес. Түнде біз аман есен боламыз. Олар бізді тауып алады. Оның қасына барып, оның телефоны неге өшірілгенін сұраңыз. Ол болған оқиғаның барлығын түсіндіріп береді. Содан кейін үшеуі үйлеріне қайтады. Өкінішке орай, кенеттен үш ұры пайда болып, оларды тонамақшы болады. Ал олардың бірі Джейнді қатты ұстап, жіберуден бас тартты. Ал Хуан қолайлы сәтті күтіп отыр. Содан кейін кенеттен Джейнді ұстап тұрған адамды тепкілеп, Джейннің қолынан ұстап, үшеуі бірге қашып кетеді. Біраз уақыттан кейін біз олардың үйге аман есен жеткенін көреміз. Ал Хуана телефонын үнсіз қояды. Оның жүрегі әлі де болған оқиғаның бәрінен қатты соғып тұр. Ол телефонын зарядтауға қояды. Ал ол қосылған кезде Чиден жаттығу жасап жатқанын және онымен кездесе алмайтынын білдіретін хабарлама тауып алады. Ал Хуан бірден Чидің оған бірдеңеге ренжігенін сезеді. Бірнеше күн өтіп, Чидің Хуанға деген мінез-құлқы өзгереді. Ол бұрынғыдай емес. Хуан оған жақындап, оның алыстау себебі мен оғаш қарым-қатынасының себебін тікелей сұрауды шешеді. Бірақ ол оған бұл күндері бос емес екенін және енді кездесе алмайтынын айтады. Хуан ақырын ғана оған ренжігенін сұрайды. Ақырында ол Хуанның достық қарым-қатынаста тым иемденетінін және бұл оған ұнамайтынын түсінетінін мойындайды. Мен Хуан сияқты көптеген достар тапқанды ұнатамын және ол тек Хуанның жалғыз досы болғанын қалайды. Ал басқа ешкім, басқа ештеңе жоқ. Хуан оған шынымен де оны өзінің ең жақын досы деп санайтынын айтады. Бірақ ол оған сенбейді және Хуанның жаңа достармен айналысқанын және енді оған басымдық бермейтінін сезеді. Ал Хуан оның қазір басқа достары бар екенін түсіндіреді. Бірақ Чи бұл адамдар оның факультетіндегі сыныптастары және басқа ештеңе емес деп салқын жауап береді. Ал егер Хуан олардың қайтадан дос болғанын қаласа, онда ол тек оның досы және басқа ешкім болмау керек. Сосын бұрылып кетіп қалады. Ал Хуан Чидің одан аулақ болғанын және енді онымен дос болмағанын қалайтынын түсінеді. Сондықтан ол ең жақын досынан айырылғандықтан жылап өз сыныбына оралады. Сонымен Джейн оның неге жылап жатқанын түсінбейді. Ал сыныптасы Доман оған майлықты береді. Оны Кван көз жасын сүртіп жатқанда алады. Ал мектептен кейін ол Сон мен Джейнмен бірге серуендеуге шығып, болған оқиғаның барлығын айтып береді. Және олар мұндай нәрселердің қалыпты және жиі болатынын және оның өмірінде көптеген жаңа достармен кездесетінін түсіндіріп, оны жұбатуға тырысады. Сол күні кешке олар үйге келгенде біреудің айқайын естіді. Олар жан-жағына қараса, бұл олардың сыныптасы Тянь екенін көрді. Ол да сол тұрғын үй кешеніндегі көршісі, ал әкесі оны ұруға тырысып жатыр. Сондықтан олар оны тоқтату үшін сол жерге жүгірді. Және Тянаны өзіңмен бірге алып кет, әкесі тыныштық
басталғанша онымен бірге тұрсын. Ал келесі күні мектепте мұғалім оларға ауыл шаруашылық іс-шарасы өтіп жатқанын және оған барлығы қатысу керек екенін айтады. Сондықтан олардың барлығы бірге барып, жаңа нәрселерді отырғызып, үйрене бастайды. Ал Хуан бәрін біледі. Өйткені ол бұрын өз ауылында әжесімен бірге егіншілікпен айналысқан. Ол оларға шыдамдылықпен сабақ береді. Ал Джейн оларды телефонына жазып алады. Содан кейін олар өздері жинаған көкөністерді пайдаланып, бірге тамақ әзірлейді. Әр сәттен ләззат алады. Ал кешке барлығы бірге тойлауға жиналады және әр оқушы өз тағамдарын көрсетеді. Сенің талантың бәрінің көз алдында. Ал Чиге кезек келгенде ол ән айтып, музыка ойнайды. Және олар оның бұл әнді өзіне ұнайтын адамға арнағанын түсінеді. Және оның әдемі дауысына бәрі тәнті. Және ол сөзін аяқтаған соң, оның сезімін түсіндім деп ойлап, әнге көшеді. Бірақ ол оны дұрыс түсінбегенін байқады. Және ол жай ғана олармен қайта қосылғысы келеді деп ойлайды. Ол оған кез келген уақытта қайтып оралуға болатынын және олардың әлі де дос екенін айтса, бұл оның жүрегін ауыртады. Ол мұны жасырып, оның жақсы екенін айтса да, кетер алдында күндер өтіп, біз Хуан, Сон және Чиеннің жаңа жылды бірге тойлап жатқанын көреміз. Үшеуінің әрқашан дос болып қалуын және ештеңе болмауын тілейді. Оларды ешқашан ажыратпа. Міне, сериал осымен аяқталады.